Осы ОП дегенде өзі барсаң басыңды қатырып жібереді деді. Сәлеметсіз бе? ОП деген ол орысша оценочный показатель, қазақша бағалау көрсеткіші. Осы бағалау көрсеткіші сіздерде міндетті түрде банктың берер 2% сыйақысына тікелей байланысты. Былайша қарағанда ол жай коэффициент қой. Ал ең маңыздысы сіздердің приложениедағы депозиттің үстінен басатын болсаңыз, дөңгелек график шығады. Сол дөңгелек графиктегі қызыл нүктемен жазылған банк сыйақысы. Осы банк сыйақысы сіздің былайша қарағанда ОП-ңызды құрайды. Ол ОП-ны қалай есептейсіздер? Мен сіздерге айтқан едім. Мысалы, үйді екінші нарықтан алатын болсаңыз, үйдің бағасы, мысалға келтірейін, 10 миллион болса, 10 миллионды көбейтесіз ОП 2,5-ға. Және де бөлесіз 10 мыңға, сонымен сізде керекті банк сыйақысы шығады, ол 25 мың. Егер де сіз 30-ды 70-пен алатын болсаңыз, онда алатын үйіңіздің бағасын ОП 3-те-3-ке көбейтесіз, және оны бөлесіз мыңға. Сонда сізге керекті банк сыйақысы шығады. Сонымен табысты растап, үйді алып кете беруіңізге болады.